Нөкіс Үргеніш арасы бір қадем. Бұлай деуімізге себеп осы жылдың 27 сентябрь сәнесінен баслап, әйне осы жөнелісте жаңа қатынаулар жолға қойылды. Жол хақы 20 мың сом екенлігі бәрінен де жақсы хабар. Хабаршымыздың келесі сюжеті осы мазмұнда таярланды. Өзбекстан Республикасы президентінің Қарақалпақстан Республикасын социалдық-экономикалық рауажандыруға қаратылған ләжларды еледе жеделдестіру хақындағы қарарында белгілеп берілген уазипалардан бірі бұл Хорезм һәм Қарақалпақстанның туризм жөнелісін өзара байланыслы түрде рауажандыру. Басысы бұл талап һәм уазипалар тұрмысқа енгізілмекте. Хәптеге 7 күн Хорезм һәм Нөкіс қаласы арасында бары жоғы 20 мың сомменен пойызда бару имканияты әрбір пұқараға наметілді. Нөкіс пен Үргеніштің арасына пойыз қойылып, жүза қолайлықтар көбейді. Біздің інілеріміз бар, Хорезмге оқуға кірген. Солардың қатынауы ансатласты. Біздер ізден барып хабар алатын болсақ, азанда барып кеште қайта аламыз. Жүда зор болды. Және Хорезмде туризм рауажланып жатыр. Саяхатшылар көп, қатынауы ансатласты. Пойыз салыстырмалы самолетлардан гөрі, басқа транспортлардан гөрі қауіпсіз транспорт. Һәм мені осы имканиятлардан пайдалануға шақырып қаламын. Сауда-саттықпен айлансамыз, соған жүдә мақұл түсті біздерге. Мысал үшін алдылар таксимен барып келетінік, таксиде қымбатлау еді. Азыр мына пойыз ашылғаннан кейін бүгін енді барып кеп көрдік. Жақсы, 3 сағаттан сәл көплеу уақытта келдік. Зор, шариатларым жақсы. Арзан өзі 20 мың сом екен билеті. Мақұл. Және очередь жоқ билет. Арқайын алып барып келдік. Еліміздің туризм потенциалын арттыру, қалалар арасында қолайлы байланыс орнату мақсатында іске түскен жөнеліс Нөкіс қаласынан азанғы саат 5-тен 30 минут өткенде шығып кетсе, Үргеніш қаласына кешкі саат 20-дан 50 минут өткенде жетіп барады. Ал Үргеніш қаласынан 15-тен 30 минут өткенде шығатұғын пойыз Нөкіс қаласына 18-ден 50 минут өткенде жетіп келеді. Үргеніш Нөкіс пойызымыз ашылды. Үргеніштен 15:30-да шықтық. Нөкіске 18:50-де жетіп келдік. Жолаушыларға қолайлық көрсету мақсатында вагонларымызда біреуінде 47 орындық бар, біреуінде 38 орындық бар. Қолайлықтары ішінде жаздың күнге кондиционерлеріміз бар, неге қыстың күнге электропешлеріміз бар. Қыздырып нетіп тұрады. Жылы болады қыстың күні. Студентлер қуанып атыпты. Жақсы болды, мінеміз, 20 мың сом болса арзан екен деп қуанып атырыпты жолаушыларымыз. Өзбекстан темір жолдары акционерлік жәмиетінен жақсы жаңалық, яғни Үргеніш-Нөкіс-Үргеніш арасына жаңа қатынаулар жолға қойылды. Айтып өтуіміз керек, 85 орынға арналған һәм жәмиеттің сол ағзаларының айтуынша келешекте бұқаралардың ұсынысыменен бұл көрсеткіш елде арттырылуы мүмкін екен.